Erimnin koltuğu sasıydı deydi. Erinizдің қолтығы сасыйбы, нәскесі сасыйбы, киімі сасыйбы, аны кейде аял киши тың болып бұл нәрселерге, мәселелерге маны беріп, айтады ғой аял екінші апа деп. Баяғы еркек кишини көшеде жүріп, киім кечесін қарап, башқасын қарап, аялға ба бересін да үйіндегі аялына. Атайын жуын тұрыңыз, екі жол шампундап жуын тұрыңыз, екі жол самындап жуын тұрыңыз, күйеуіңізді қараңыз, ушул жақтарды үйретіп қарап алыш, күйеуіңізді қарап алыш, бұл сіздің милдетіңіз болуш деп, аял оларақ. Сен сасып кеттіңіз, башқа болып кеттіңіз деп, же аға айтқанды білбей, же өзіңізге ичиңизге жұтқанды білбей, ошентип жүрө берсеңиз, бул жарыласып кеткенсиз. Ошондуктан бул нерселерге маани берип, күйөөңүзгө түшүндүрүп айтып, болбосо өзүңүз кылып. Мисал үчүн ушундай примерлер бар, мисалдар бар. Баягы күйөөсү биринчи аял менен ажырашып кеткен, бирок экинчи аялга тийгенде жашоосу бүт өзгөрүп кеткен да. Экинчи аялга үйлөнгөндөн кийин себеби экинчи аялы ол наскисиге чейин, кийимине чейин үтүктөп берет, өтө тазалап жууп берет күйөөсүн. Болуп көрбөгөндөй даражада жакшы карайт да. Ошондой экен ушул маселелерге маани берип, ал сасыйт, күйөөм сасыйт, колтугу сасыйт деп тажап жүрө берсеңиз, же күйөөңүзгө айтып күйөөңүздү тажатасыз, же өзүңүз тажайсыз. Ошондуктан бул нерселерди кылыш эле керек. Бирок ушул учурда ушул маселе козголуп калыптыр. Мен бир нерсени айтып койбосом болбойт. Аял кишилерге мен өтө беш баа кетем да. Мисалы мен тамеки чеккендердин алдында тура албайм. Дароо жөтөлөм, дароо кетип калам ал жерден. Алар тамекини кошуп, ушул наскиси сасып атса, колтугу сасып атса, ага кошулуп тамеки оозу, насвайы бүт сасып турса, ошону өмүр бою кучактап жатат. Мен аларга рахмат деп айтам. Рахмат сіздерге. Өтө кыйын маселеде күн сайын сіздерге согуштай эле сөз да бул.